Лайк басқаннан неге аяйсыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бісміллә деп көтеріп, лайк басып бермейсіздер ма? Комментарий жазып. Бүкіл Қазақстандағы заңсыз нақақ соттаған сұмырайлар, бүкіл Қазақстандағы нақақ соттар, қаңтаршылар, тағы басқа белсенділер, ең қысқасы анау әлеуметтік желіде сыра ішіп отырып, жаңағы ойын ашық айтатын. Мен бұл жерде оның ойының дұрыс бұрысындағы ойын айтқан үшін әне бір әнші жігітті соттап жіберді. Жуырда түрмеден шықты. Кім еді аты? Кім еді? Бір әнші жігіт бар еді ғой. Дауысы жақсы, негізі дұрыстап сәл тәрбиелеп жіберсе, мықты әнші болатын жігіт. Мұрат кім? Мұрат болатын аты. Жазыңыздаршы, Мұрат. Ал енді мен ол жігіттің ұнататыным, оның саяси бір еркіндігі бар да, бір жаңа жаншылмаған бір рухы бар да, қазақтың жігіттеріндегі, мысалы, ханына жаңағы тізе бүкпей тұрып, тік тұрып сәлем беретін біздің бір көшпенділердің рухы бар да оның бойында. Сол жігітті соттады. Неге? Қазақстанда 174-ші бап тек қазақтарды соттауға арналған. Қазақстан үкіметінің бірінші жауы Мұрат Әбділда. Мұрат Әбділда ол енді біздің батыр бауырымыз. Өз деңгейінде батыр бауырымыз. Егер қазақтың бәрі Мұрат Әбділданың деңгейіндегідей ойын айта алатын болса, біз осы күнде болмас едік. Анау жоғарда отырған, 10 килограмм кітап жазған, 10 километр өлең жазған біздің аталмыш зиялылар, ана биліктің оқырынан жеп отырған, биліктің ит аяғынан жуынды ішіп отырған, соларың ана Мұраттың деңгейінде ашық ойын айта алмайтын құлдар олар. Мұрат олардан әлдеқайда миллион есе жоғары. Неге? Ол кем дегенде Құдай бізді, жаратушы бізді жаратқанда ойымызды ашық айтуға, жүрегімізде намыс, теңдік, әділдікті орнатып қойған Құдай. Жаңа прокурорлардың бастары салбырап, бұтына тығылып кетіп отырған себебі сол. Ал неге Қазақстанда осындай адамдарды соттайды? Неге Жыланбаевты міне түрмеде ұстап отыр? Неге оның соты? Жыланбаев бір сомдық, қырғын, жаңағы жойқын бір саяси бір айтып тастады ма бірдеңе? Тоқаевтың басын шабайық деді ма? Айтқан жоқ. Ана жерді бүйтейік, ана жер жарайық, Ақорданы қиратайық, жаңағы парламентті жарып жіберейік, мынаны бүйтейік, анаған бүйтіп ракет атып жіберейік, мынаған дрон шаптырайық деді ма Марат Жыланбаев? Жоқ. Марат Жыланбаевтың бар болғаны ол халықараға танымал саяси тұлға болып қалды. Ол марафоншы болды. Ол спортта танымал болды. Мына батыста спортшылар саясатқа кетеді, білесіздер. Заңгерлер саясатқа кетеді, тіпті мықты дәрігерлер саясатқа кетеді. Танымалдылық артқан саясатқа кетеді. Енді билік Мараттан шошты. Неге? Халықараға танымал адам. Халықараға танымал адамды саяси белсенділігін тіпті неткісі келеді, жауып тастағысы келеді. Міне, ертең таңертең Назымның соты болады. Назымның соты ертең болады. Маған жерге орнын жазыңыздаршы, тыңдап отырғандар болса. Менің фейсбугімде тұр. Мен қазір телефонымның бәрі эфирде тұр да, мен оны жаңағы аша алмаймын. Ертең тағы соты болады Алматыда. Орбита 2-де болады. Орбита 2-де Назымның соты болады. Адресін астына жазып тастаңыздаршы, мен жариялай салайын. Менің фейсбугімде тұр. Сіздердің уақыт бойынша, Алматы уақыты бойынша кеше болып қойған. Кеше. Енді міне сіздер Алматыда түнсіздер, таң атқанда тағы сағат 10-да Орбита 2-де Назымның соты болады. Себебі сот ертеңге қалдырды. Жарыс сөзді сөйледі. Ана ютубте біздің Назымның соты туралы анау бір аппақ қыздың фотосын салып тұрып қойып қойдық қой. Назымның сотының жаңа эфирін салып қойдық. Енді бұл жердегі сұмдықтың бәрі билік қазақтан шошып отыр. Биліктің бірінші жауы қазақ. Ол ана жақтан Иран басып келеді деп қорқып отырған жоқ. Мына жақтан жаңа Қытай басып келеді деп қорқып отырған жоқ. Орыс қаптап кетті, одан да қорқып отырған жоқ. Бұлардың бірінші жауы қазақ халқы, және қазақ халқының ішінде оянған, көз ашық, рухы бар, ата-бабадан бір жүрегіне жаңағы тектілігі бар, саяси ұстанымын айта алатын осындай адамдар бұлардың бірінші жауы. Олар содан қорқады. Міне көрдіңіздер ма? Сондықтан алматылықтар таң атқан кезде Назымның сотына барыңыздар. Соттың тіпті кіре алмағандар сыртында тұрыпты, эфир сөйлеп, сіздер де барыңыздар. Сотта сөйлеңіздер. Міне. Сотта сөйлеңіздер. Қара көбейтіп барыңыздар. Және естіген бүкіл ел Назымға бостандық деп, міне қазір ютубте 766 адам көріп отыр. Фейсбукте 24 адам көріп отыр.
Назым сотымды шегеріп тастады тағы да дейді. Міне Фейсбукта отыр екен. Назым, сотыңның ендігі уақыты мен орнын жазып жіберші, мен жариялап жіберейін. Міне Инстаграмда отыр. Барыңыздар. Соттың сыртында тұрып тек үндемей, тіпті ауыздарыңызды скотчтап алып тұрып үндемей барыңыздар. Наразылық. Ана аузыңды скотчтап тастағаныңның өзі наразылық. Аузыңды скотчтап тастағаныңның өзі наразылық. Саяси ұстанымды білдіңдер. Міне менің ойым. Міне. Көрдіңіздер ма? Назым, мына жерде Фейсбукте тыңдап отыр екенсің, жазып жібер сотыңның ендігі уақытын. Кешкісін хатшы адвокатымыз звондапты дейді. Ендігі сотыңның уақытын айтып жүр. Бұл жерде әңгіме сол. Мен енді қараңыздар. Міне сот ертең болмайды депті хатшы адвокатыма, хабарын берем депті хатшы. Яғни Назымның соты мезгілсіз мерзімге созылды. Міне. Енді қараңыздар. Мысалы Назым сотынан біз бастаймыз. Бүкіл әділетсіз прокурорлар, азаптаушылар, бүкіл судьялар, фамилиясы, қатыны, бала шағасы. Осы қазір Америкада біздің мына жемқор қарақшы биліктің небір сұрқиялары, мен Американың қазақтарымен енді араласуым, небір сұрқиялар, ана жақта өзі халыққа қаратып, оқ атып, ұрдап, жырдап, халықты соттап, түрмеге тығып, тергеп, жала жауып соттатып қойып, балалары, ұл қыздары, ана қанішер қарақшы әкелерінің ақшасымен осы жақта жүр екен. Қатындары, тоқалдары осы жақта жүр екен. Енді мен осыны ойладым. Бұл бір керемет тактика. Біз бұрын айнаспадық. Енді бүкіл сұмырайлардың қатын бала шағасының аты жөніне дейін керек. Бүкіл осы қаңтардан бастаған, одан бұрында белсенділерді соттаған, бүкіл қазақ жеріндегі зұлым сот, прокурор, судья, киембі, солардың фотосы керек. Толық аты жөні керек. Олардың қатынның фотосы керек, қатынның аты жөні керек, инстаграмы керек. Фотолар, дәлелдерін тастай қылып, Европа, Американың осы демократиялы елдерге кіргізіп тастау керек. Олар Европа, Америка елдерінде балалар оқи алмауы керек. Себебі Американың елшілігінен олар виза алатын кезде әкем Мырқымбай, Тырқымбек, шешем жаңағы Бытшыткүл, Бытшытбаева деп ол жазу керек. Егер Американың елшілігінен виза алатын кезде шешем Бытшыткүл, Бытшытбаева деген жазбаса, онда ол false information, яғни өтірік информация берген болып Америкада тағы жазаланады. Виза алатын кезде өтірік информация жазған үшін сотталады. Шекарадан кіргенде тағы тергейді тексереді, сол кезде ол және де әке шешелер туралы, отбасы мүшелер туралы толық ақпарат беруге міндетті болады. Оны бермесе тағы сотталады. Сондықтан біз батыстың осы керемет саясатын пайдаланып, Қазақстан территориясындағы қазақ халқына зәбірі тиген, нақақ соттаған полицейлерден, күштік құрылымдардан, әкімдер, облыс аудан әкімдер, депутаттар, министрлер, сосын мынау жаңа прокурорлар, судьялар, ұлттық қауіпсіздіктің қызметкерлері, осылардың барлығының жеке бастық ақпаратын жиюға тиіспіз.